Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Ерден атаның даналық сабағына саяхат жасаймыз. Базарға барамын, саудадағы қарым-қатынас. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Қош келдіңдер, балалар. Менің даналық сабағыма келгендерің үшін сендерге алғысым шексіз. Сендер дайын болсаңдар, мен сабағымды бастайын. Іске сәт, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына назар аударыңдар. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға беру. Олай болса, балалар, сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Мұқият тамашалаңыздар. Амансыңдар ма, қарақтарым? Таңертеңнен бері көзілдірігімді іздеп жүрмін. Таба алмай әлек болдым. Қайда жоғалып кетті өзі? Мынау не сау? Бұл құмыраны менің атамның атасының атасы. Сонау жібек жолымен келген Қытай саудагерлерінің керуендерінен сатып алған екен. Содан бері қаншама замандар өткен. Ұлы жібек жолы дегенді білесіңдер ғой. Ол халықаралық сауда жолы. Көне замандарда ол жолмен керуендер Қытайдан жібек тасыған. Содан жібек жолы деп аталып кеткен. Ол керуен жолы Еуразия елдерінің экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына зор ықпалын тигізген. Жібек жолының негізгі желісі біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда салынған еді. Бұл өте ерте заман. Ол Қытайдың көне астанасы Тяньяньден басталып, таяу шығыс елдері арқылы сонау Италияның бас қаласы Римге дейін барады. Керуен жолдарымен ондаған, жүздеген түрлі тауарлар тасымалданатын. Айта кету керек, ол замандарда әр елдің өзіне тән шаруашылық түрлері болған. Мысалы, Қытайдан керуен жібек тасымалданса, түркілер өзін аң терісі, жылқы мен құл сатып танытқан. Орта Азиядан әкелінген керамика мен кептірілген жемістер де кеңінен танымал болған. Сонымен қатар Иранның күміс бұйымдары, Византияның таңдаулы матасы, Үндістанның дәмдеуіштері, асыл тастары, Италияның сәнді шынысы үлкен табыс әкелген. Айтпақшы, ол замандарда басында айырбас сауда болған, ал кейін оның орнына алтын мен күміс балама ретінде қолданылатын болды. Осы бір жерге қойған сияқты міне. Осында екенсің ғой. Үйді ақтарып жүрсем, жатқан жерін қарасайшы. Мынау не? Бұл сандықтың ішінде неше түрлі нәрсе бар екен. Ал бұл құмыра Ираннан келген сияқты. Ал мынау не? Бұл да сол замандардың көзі ғой. Атам да бәрін ала берген сияқты. Ары қарай жалғастырайық.
түрік қағанаты естеріңде ғой қарақтарым. Сол түрік қағанаты Еуразиядағы бірінші империя болған. Сонда Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты солтүстікке бет алған. Ол Орта Азиядан оңтүстік Қазақстанға, Жетісуге, Испиджап, Тараз, Құлан, Меркі, Суяб, Баласағұн, Талғар, Барысхан деген ірі қалалар мен бай ауылдар арқылы өтіп, ары қарай Қытайға бағыт алып, Жапон астанасы Нары қаласына дейін жеткен. Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігі түрік қағанатының әскери ақсүйектер тобының бақылауында болған. Ол кезде отырықшы егіншілік мәдениеті мен дала өркениеті өзара араласып жатты. 8-12 ғасырларда Қазақстан жермен өтетін керуен жолдарында қызу сауда жүреді. Ол жолдар ертістегі Қимақтар қағанының ордасына дейін жетіп, ары қарай оңтүстік Сібірге, Сырдариядағы Оғыз мемлекетіне, Дешті Қыпшақ, содан Шығыс Еуропаға баратын. Ұлы Жібек жолы саудамен қатар жаңа қалалар мен сауда орталықтарының да пайда болуына ықпалын тигізген. Сонымен қатар Жібек жолы мәдени дәстүрлер, діни сенімдер, техникалық және шаруашылық жетістіктердің дамуына, дипломатиялық байланыстардың жеделдеуіне даңғыл жол ашты. Міне балалар, бейнебаянды тамашалай отырып, сендер халықаралық саудадағы қарым-қатынас сонау Ұлы Жібек жолынан басталғанын ұқтыңдар. Ал енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, оқулықтарында берілген 45-ші беттегі 6-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Берілген сұрақтарға мұқият жауап беріңдер. Сұрақтар: адамдар базарға не алу үшін барады? Сен жидектерден нені жақсы көресің? Не себепті? Жеміс-жидектердің адам денсаулығына пайдасы туралы білесің бе? Мұқият болыңдар қарақтарым. Келесі тапсырма. 45-ші бет, 7-ші тапсырма. Жақша ішіндегі сөздерді қажетті тұлғада қойып, сөйлемнің мағынасы мен орын тәртібіне байланысты орналастырып жазыңдар. Ал балаларым, маған кері байланыс беріңдер. Сұрақтарыма мұқият жауап беріңдер. Өздерің тұратын жерде қандай сауда орталықтары бар? Сатушы мен алушының бір-біріне қарым-қатынасы қандай болу керек? Ал құлындарым, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсене қатысқандарыңа алғысым шексіз. Қош, сау болыңдар.